Қайырлы күн көрермен, отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Отбасы отанымыздың кішкентай бір бөлшегі ретінде қалыптасатын өздеріңіз де білесіздер. Бүгін бізде жас жұбайлар бағдарламасы және оны жүргізетін мен Айдана Мұратқызы. Бүгінгі біздің қонағымыз отбасылы болып, барлық жұмысқа үлгеріп жүрген, жас та болса көпке үлгі болып жүрген Дайрабай Айбек пен Қобылан Назерке келіп отыр. Қош келдіңіздер. Рахмет. Өздеріңізді кішігірім таныстырып айтып шықсаңыздар. Мен Дайрабай Айбек 1992 жылы 20 маусымда Қызылорда қаласында дүниеге келгем. Болады ма? Мен де тұрсылым. Мен Қобылан Назерке қызы, негізі Қазалы ауданының тумасымын. Жалпы 12 сәуір күні 1996 жылы өмірге келгенмін. Басты негізгі алға қойған мақсатым алға тек дама, жетіл, тоқтама. Күшті. Сіздермен танысқаныма мен де өте қуаныштымын. Енді екеулеріңіз қалай таныстыңыздар? Алғашқы таныстықты бір еске түсіріп айтып берсеңіздер. Негізі енді жігіт бастайды ғой енді бірінші қадамды. 2016 жылы таныстық. Ол кезде бұл кісі университетте оқиды, 3-ші курс. Ол кезде университетте Қорқыт аруы деген байқау болып жатты. Сол байқауда негіз көрген ғой. Енді бірақ негізінен бұрын көзім түсті. Бірінші курсқа келген кезде ол кісі. Бірақ ол кезде енді өтіп танысып сөйлескен жоқпыз. Бірақ енді 3-ші курста кәдімгідей сөйлесіп, танысып, сөйтіп таныстық ары қарай отбасылық өмірге ұласты. Жалпы осы қыз бен жігіт болып жүрген кездегі өздеріңіз енді кез келген жұпта қызықты сәттер болады. Ешқашан естен кетпейтін, әлі күнге дейін балаларыңыз болса да еске алып тұратын сол мысал айтсаңыз. Рахмет сұрағыңызға көптен көп. Енді екеуміз үшін де жалпы жаңа айтып жатыр ғой, мысалы 2016 жылдан бері біз таныспыз, яғни мысалы тек достық қарым-қатынаспен сөйлесіп бастадық. 2017 жылы мен Қорқыт аруы 2016-дан бірінші орын иемденгеннен кейін 2017 жылы облыстық сыр аруына жолдама алған болатынмын байқауға. Сол жолдамаға, сол байқауға қатысуыма ең бірінші қарсы болған кісі осы кісі болды. Жалпы былай ғой бізде, ару нәрсе сұлулық байқауы десе басқа дүниеге елестеп кетеді көп адамның ойынан. Ал мен былай қойды да, сұлулық аруын таңда, или мені таңда деген екі не болды. Мен үшін енді не ғой қызықты кезеңде. Мен ойлана келе, ойзаны жассың, әлі де маған қарайтын нелер көп болады. Кім ол дегенде? Мен кіммен ондай жолымды өтіп тастайтын да. Мен мамам, папа өтіп отырып, давай әлі жассың, 21-десің ғой, не бар деп. Сонымен Айбекке айтамын, жоқ мен жарайды осы жерде енді осы жерге дейін болу керек болған шығар. Мен сол сұлулық байқауын таңдаймын деп. Сұлулық байқауын таңдап, қалған алға қойған мақсаттарыма жетіп, ол жақта да бірінші орынды иемденіп, облыстық көлемде ару атанып, ол бұйырған нәрсе ешқашан жетпейді деген нәрсеге мысалы мен сенемін. Мысалы, шынымен де ол кісі маған бұйырып тұр ғой өміріне. Ол қалай болса да өмір айналып тұрып алып келіп, бәрібір осы кісіге қарсы болса да, сіздер қосылсыздар. Мысалы, мен ешқандай өкінбеймін, сұлулық байқауына да қатыстым. Бәріне үлгердіңіз. Дұрыс негізі қыз бала. Өте дұрыс. Сол бір қызықты біздің осы жүрген сәтімізде, бірақ бізде ондай ұрыс, керіс, жанжал деген нәрселер, ондай реніш деген нәрселер ондай көп болмады. Себебі мысалы жігіт тарапынан жақтан бізге қыздарға не керек? Көңіл бөлу керек, не керек? Сыйластық, оның барлығы менің Айбектің бойынан олардың қасиеттерінің барлығы табыла білді. Тек бізде жаңағы нәрсе кедергі болды. Ешқандай нәрсеге қатыспайсың, публикаға шықпайсың деген нәрсе. Бірақ жәймен үйретелі, мысалы қазір давай деп маған уже поддержка маған всегда не беріп отырады. Әрине дұрыс, жас кезде барлық нәрсені істеп үлгеріп қалу керек, бірге ең бастысы. Мен уже дәлелдедім. Оның барлығына осындай адал жолмен, адал еңбекпен жетіп, осындай дәрежеге жетуге болатын. Ол өзінің көзі жетті. Негізі ол нәрсенің өзі мотивация ғой. Адамға тоқтау беру,
жоқ сен бүйтпейсің сен сөйтпейсің. жоқ алға қарай ұмтылу. зато қазір қандай болады. Мен нарқанда десем. иә мүмкін мысалы айбек мен мысалы может ойлаймын мүмкін айбекке дәлелдеуім үшін де сондай еңбек жасаған шығармын деп ше. Мысалы мен ол кезде Қорқыт атындағы университетте оқимын курс, еще таңертең азында сабағыма барамын и одан кейін шығып жаңағы дайындығымызға барамыз, кеш қайтамыз, еще өзім жатақханада тұрамын. Сол сәттердің барлығы мен үшін қазір өте қызық. Әрине, ешқашан естен ең қызықты тәтті кездеріміз біздің. Иә, енді отбасылы болғаннан кейін кез келген қыз баласында Назерке үйрене салмау деген нәрселер болады. Мен өзімде анамын, өзімде бір үйге келін болып түстім, барлығын түсінемін. Енді өзіңіз сол нәрселерді айтып берсеңіз, сізде ең алғашқы қандай сіз үшін өте есіңізде қалатын сондай шамалы қиындау нәрселер болды? Қазір экранымыздың арғы бетінде отырған жас сіңлілерімізге мотивация болсын, кішігірім ақылыңыз, кеңесіңіз болсын. Мысалы, мен келін болып түскен сәтімде жалпы Айбек негізі үйде бір тәтеміз және Айбек өзі екі ағайынды. Айбек маған бірақ алып қиын, мен бұған жоқ, мен үйрене салмаймын дейтіндей нәрсе ондай болмады. Ол Аллаға шүкір. Барлығы құшақ жая қарсы алып, қазір енеммен айтады ғой, как құрбы сияқты қылып сөйлесеміз. Ол кісі менің анам сияқты менімен маған ақылын айтып, үнемі мына суретің күшті шықты, мына нәрсең күшті болып жатыр, әрі қарай жалғастыра бер, ешкімнің сөзін едеме деген сияқты маған әртүрлі осындай мені шабыттандырып, қанағаттандырып отыратын сөздерді үнемі айтып отырады. Маған бір айтарлықтай ондай еш нәрсе болмады. Бір жағынан мен ойлаймын, негізі менің адамның өзінің бойында болады ғой, жақсы көретін қасиеті, ұнатпайтын қасиеттері. Мысалы, менің өзімнің бойымдағы ең жақсы көретін қасиетім ол көпшілікке тез араласу. Мен ешқандай адамды жатырқамаймын. Сіз мысалы басқаша бір тұйықтау адам болсаңыз да, сізді более әңгіме айтуға, сізді шақыруға бейім отырамын. Сол жерім мүмкін өте жақсы септігін тигізген шығар деп ойлаймын. Сізді шықпаса сіздің әңгіме шығарамын. Иә, өте дұрыс. Ол дәл қазіргі заманда өте керек адам бойындағы қасиет деп ойлаймын. Бірақ жалпы осы экранның көгілдір артында отқан, ізімнен еріп келе жатқан сіңлілеріме бір айтарым, жалпы нәрсеге шыдамдылық деген нәрсе болу керек. Ол міндетті түрде нәрсе. Сосын сыйластық, ең басты сыйластық, ата-анаға деген құрмет, ер азаматыңа деген құрмет, тіпті өзіңнің өмірге алып келген сәбиіңе құрмет жасасаң, ол өскен кезде не көрсе соны жасайды. Сондықтан барлығы осы сыйластық ауызбіршілікке келіп тіреледі. Назерке, енді сізді жалпы танимыз, бұрыннан өзіңіздің жеке қазір алып жүрген кәсібіңіз бар. Сол кәсібіңізге үйіңіздегі ата-енеңіз қарсы болған жоқ па? Қайын жұрт жағынан енді кез келген келін үйге барған кезде келін артық жұмыс жасамау керек деген біздің қазақта сондай қағида бар. Ал сіздің үйіңіздегі қайын жұрттарыңыз сізді қолдады ма, немесе басында қарсы болды ма? Былай болды. Негізі жалпы бұл бағытты, бұл бизнесті бастауда мен ең бірінші ер азаматыммен, яғни Айбекпен кеңестім. Айбек осылай жасасақ қалай болады? Менің сондайға икемім бар сияқты. Мен жалпы сондай сатылым жағына дұрыс сияқтымын. Көрейікші, болмаса және қоя саламыз деген сияқты әңгімелер болды. Ойлана келе мен саған сенем, жаңа керекті ақшаны дайындап, жолымызға барып келгеннен кейін кетпестен бұрын ата-енемізге шай барысында, үстел барысында айттық. Мама, біз сондай бір айлыққа қарап жүргенше, мен олай үйде, біз енді айттым ғой, Айбек бір тәтесі өзі ғана. Тәтеміз өзінің уже бір елдің шаңырағын түзетіп отырған жан. Қазір енді мен үйде папа, мама, мен Айбек төртеуміз. Артық ондай еш нәрсе жоқ бізде. Мен айтамын, мен олайнан отырғым келмейді. Мен өскім келеді, дамығым келеді. Өз еңбегімен біраз нәрсеге жеткіміз келеді Айбек екеуміздің. Сіздердің жаңағы бізге қалай тәрбие бердіңіздер, біз сіздерге соны дәлелдеп, сіздердің жаңағыдай
еңселеріңізді биік қылып көтеріп жүретіндей азамат пен азаматша болуыңыз келеді деген сияқты өзіміздің ниеттілігін білдірдік. Ол кісілер де ешқандай қарсылық білдірмей, үлкен оқыған адамсыңдар, қалайсыңдар, ер азаматың жалпы көніп тұрса болды, ақ жол әрқашан тілеулеріңізді тілеп отырамыз деген сондай бір жақсы лебіз. Негізі ең адамға керегі жылы сөз, жылы нәрсе. Сол нәрсе болса, маған сеніп тұр ғой, маған не істеп тұр ғой деген сияқты бір шабыт келіп тұрады да. Сол нәрсемен біз бастап кеттік. Қазіргі таңда Құдай қаласа өзімнің жеке брендімді қалыптастырғанына 3 жылға таяп қалып, 3 жылда мен мысалы мен жасты қазір қаншама қыздар мысалы өзінің әлі де орын таба алмай жүрген қыздар, жандар, қыз келіншектер өте көп. Оның қасында Аллаға шүкір етемін. Осындай маған бірінші өмір бергеніне Аллаға, одан кейін өзімді өмірге алып келген ата-анама рахмет айтқым келеді, және де осы мені қазір дәл қызындай қылып тәрбиелеп отырған осы екінші ата-анама көптен көп рахмет айтқым келеді. Иә, өте керемет. Осындай елімізде жалпы қоғамда сіздің ата-енеңіз секілді жас келіндерге осындай мотивация беретін, қолдау көрсететін ата-енелер көп болсын деп тілейміз. Ал енді Айбек, сізге сұрақ. Біз Назеркені публикада көреміз, инстаграмда көреміз. Назерке осы қалпынша біздің көзімізге өте сұлу, еңбекқор, ару болып көрінеді. Ал публикадағы Назерке қандай, үйдегі ана, әйел, келін Назерке қандай? Жалпы енді публикада жүргеннен кейін адам идеальный болғысы келеді ғой, болып та жүреді. Сондықтан да енді публикада жүргеннен кейін еркіндік бар, бұл кісіде еркіндік барынша бердік. Бірақ енді кейбір жерлерінде шектеу болады, бірақ барынша еркіндік бар. Ал енді үйде бұл кісі енді көп адамның тілін табады. Содан кейін ешкім қарсы келіп, я болмаса сын айтып, ондай нәрселер болмайды. Әрине қонақ келсе, басқа келсе, қабақ шытпай, күліп, әрдайым ол біз мақтаған емес, мысалы үйіндегі ата-енесі мақтаған емес, сырттан келген көп кісілер де сөйтіп айтып бағасын беріп кетіп жатады. Бір жағынан енді ол адамның табиғатындағы нәрсе шығар, ол өзгермейтін нәрсе, бұл қонақжайлылық, келген адам қабақ шытпау, жылы жүзбен, жылы шыраймен қарсы алу, ондай нәрсе бар. Енді балаға деген жалпы бала жанды, маған қарағанда әйелдердің әрине ол бірінші орын. Басқа біреудің баласы болса да әйтеуір соны жұбатып алып, соны ұстап енді не қылып жатады. Одан бөлек енді үйде екеуміз енді шыны керек көп жерде бір жарты сағат, 40 минут, 1 сағат отырып қалса ұрсып қалады. Келіспей қаласыздар ғой, иә? Өйткені неге? Өйткені оның да ой болып тұр. Ой болғаннан кейін ой жарыстырамыз. Сосын басталады. Бір 5 минут айналып келеміз да, қайтадан арман отырып шай іше береміз. Ал бізде бірақ шынайы кетіп, ұрысып, кек сақтап, бір-бірімізге ешқашан бір чемоданды көтеріп қоймай кетем, ондай бетін әрі қылсын, ондай болған жоқ. Сондықтан да үйдегі Назерке қалай, публикада да солай. Ол үйде көңілді, есікті кіріп жатқанда үйге келе жатқан білдіреді. Анау мысалы вораттан кіре ма, таш жабылады. Соған есікке келеді, есікті ашқан кезде айқайлап келеді. Үйде атаң бар ма? Сондықтан да үйде қалай, публикада да солай жүреді. Әрине, бірақ енді шай ішіп отқанда көп соткаға қарайды. Енді әрине кәсіпкер болғансыз. Әрине түсінеміз. Қазіргі заман инстаграмға байланып қалған ғой. Иә, енді осы кезде айта кетейін. Мысалы мен шайдың үстінде телефон алып отыруым, бұл ата-енемнің рұқсатымен біріншіден. Мысалы мен ата-енем, яғни қазіргі мама папам айтады, если жұмыс бабымен болса, міндетті түрде жауап бер. Өйткені біз енді қазір сатылымда бизнес болғаннан кейін ол халықсыз да күтіп тұрмайды. Назерке шайын ішіп алсын, Назерке үйін жинап тастасын деп ешкім күтіп тұрмайды. Сіздің де уақытыңыз бар. Қазір уақыт дейтін ол ең қымбат. Ең қымбат нәрсе ғой, иә. Мысалы жетпей жатады кәдімгі.
бүгін тым уақытым болмады деп айтып жатады. Сондықтан мен міндетті түрде маған үлкен жауапкершілік, өйткені ол кісі мені таңдап, менің бутигімді таңдап, менен киім алып тұрғаннан кейін мен де ол кісіге дәл сондай құрметпен сыйластықпен қарау керек. бір несі, сосын бұл кісі түнімен ұйықтамайды. Ол неге? Өйткені адам ізденеді бір жағынан. Түнімен айтамын, рат демалсайшы, ертең жауап бересің, болмаса ертең істейсің. Жоқ, мен түнімен ертеңге ананы дайындап қоюым керек. Басқа нәрселер шығаруым керек. Бір жағынан ол жақсы, ол еңбек қолы. Әрине, табандылық. Бұл кісіде табандылық бар, шешім қабылдау бар. Соның арқасында жетістікке жетіп келе жатыр. Сондықтан да көбіне еңбек қой, еңбекқор. Шаршаса да, басы ауырып тұрса да, жолдан келсе де, сол жұмысты бітіріп, түбіне жетіп, сөйтіп барып демалады. Өте керемет. Сізді осы қалпыңызда қабылдап, сізді осындайыңызды бағалап отырған ер азаматты айтсаңызшы. Ал енді өздеріңіздің кішкентай сәбилеріңіз бар. Сағынып та қалған шығарсыздар, қазір. Тәп-тәтті болады, әрине, кішкентай балалар біз үшін өте қымбат өмірімізде. Балаларыңыздың кімге ұқсайды, балаларыңыз жалпы? Атасына ма, әжесіне ме? Тәтті қылықтарын айтсаңыздар, болашақта қандай бала есебінде елестетесіздер? Енді бізге ұқсайды десек өтірік болады. Шындықты айтайық. Шындықты айтайық, атасына ұқсайды. Енді кейбіреулер әркім әртүрлі айтады. Сенің кішкентай кезіңде өскен сайын бала да өзгереді. Көзін әдеттенгі дейді, атасынікі дейді. Бірақ енді көзі көп болғаннан, бір ерекше болғаннан, көзі атасының көзі сондай болғаннан, атасына ұқсатады көбіне. Енді сөйтіп негізі бала әрине тәтті, ол ерекше болып өсіп жатқан шығар енді бізге. Енді әр бала, әркімдікі өзінің аю-өрнек көзіне дейді ма? Сондықтан да біз үшін бұл бала ерекше өсіп жатқан сияқты. Сол ерекшелік бір өзімізіне байқап, айдар шаш қойдық төбесіне. Құдай қаласа, ол да бір үлкен жауапкершілік қой жалпы. Ол жайын қоймайды. Болашақта енді ол үйдегі біздің жігітте өте бір беткей айтқан деген бір жерге кішкентай болса да уже адамға қарап байқайсың характері сондай дегеніне жетеді. Ол да мінбейтін жеріне мінеді, ала алмай тұрған нәрсесін алады деген сияқты ол. Бала болып алданып кету деген жоқ. Сондықтан да болашағы жақсы болатын деген үміттеміз, өйткені талпынысы өте жақсы. Мен де балаларымды сағынып кеттім. Тәтті ғой жалпы балалар. Аман болсын, әрдайым сіздердің қуаныштарыңыз болып жүре берсін көз алдарыңызда. Ал енді бір қызықты бір осы қазір тағы да сұрақ жауап ұйымдастырып жүрейік. Әзірге бірінші сұрақ сізге. Айбектің ең сүйікті тағамы? Ең сүйікті тағамы жалпы сорпа. Айбек, сіз айтсаңыз, Назеркенің ең сүйікті түсі. Қандай түсін атады? Фиолет. Ал енді Айбектің сізге ұнамайтын бір мінезін айтсаңыз. Кейде бір дейтін. Кейде мен үнемі өзіме де айтып отырамын. Болады бір болмайтын жерде ашулану. Ол нәрсеге ашуланбайтын нәрсеге кейде ашуланады. Ашуланатын нәрсеге ашуланбай қалатын кездер болады. Сіз айтсаңыз енді Назеркенің. Көп деп ұнамайтын жері ма сол? Бір ұнамайтын қасиеті бар ма бойында? Бір енді адам идеальный болу мүмкін емес шығар. Әрине мүмкін емес. Бұл кісінің андай енді не ғой? Бір алған затын мен мысалы өзім жақсы көремін, орында тұру керек, әр нәрсе орында тұру керек. Ал бұл кісі алған затын бір жерге ұмытып кетеді, болмаса басқа жұмыспен айналысып кетеді, сонымен қалып кетеді. Сосын айтамын, бүйтпесе, бүйтіп қойса, қайтып алдына қойса, деген сияқты екен біз бір-бірімізді дос болдық. Назерке тура өзім сияқты екен. Кез келген әйел адамдар болады. Ол не үшін ше? Мысалы жаңа айтып жатыр ғой, идеальный адам болмайды. Мысалы мен андай ғой, мына мида бір нәрсені ғана ойлап жүрмеймін да. Осы кезде мысалы мен осы жобада қазір осы сұхбаттасып отырмыз, бірақ менің ойым қазір осыдан мына жаққа бару жоспарларды да ойымда.
солардың барлығы андай ұмытылып кетеді же кейде андай элементарный нәрселердің барлығын солай шынымен де ол нәрсе өзімнің бойымнан да көргім келмейтін қасиет. Мен кешігу осы және осы қасиет, екі қасиеттің бойымнан ең жек көретін қасиетім. Қалған жақсы көремін. Ал енді Айбек, сіз экранның арғы жағында отырған жас інілеріңізге қандай қыз алыңдар деп кеңес айтар едіңіз? Айта кетсеңіз. Қазір енді заман басқаша ғой мүлдем. Біз мысалы Назерке, біз қатарласпыз ғой. Біздің кезіміздегі қыздар мүлдем басқаша. 2-3 жыл өтсе де қазіргі қыздар мүлдем басқаша. Соны айта кетсеңіз. Жалпы жігіттерге айтатын нәрсе, енді жас шақта бәрі болады. Ой, ертең мен қандай қыз аламын, оны бүйтіп ұстаймын, мен қатты ұстаймын, бүйтем. Именно сол жігіттерге қатты ұстай алмай қалады бір жаман. Негізі ондай нәрсені енді осы бастан дағдылану керек, соған тоқталу керек. Қызды жалпы енді адам өзі, білмеймін, тағдырына өзі икемдеп, бейімдеп береді ғой. Бірақ көрінеді әркімнің, мынау сенің тағдыры. Адам мысалы адам айтады ғой, мамандық таңдауда жар таңдаудан қателеспеу керек дейді. Сондықтан да бір нәрсені ол мамандық таңдауда да адам мақсат қою керек, жар таңдауда да адам мақсат қою керек. Мына қыз менің келіншегім болады. Ертең мен осы қызды алмай қоймаймын деген сияқты. Елестетіп, өзіңнің несін сәйкестендіріп. Енді бір қыздардың, жігіттердің көпшілігін барлығына бірдей топырақ шашпаймыз. Әрине әркім әртүрлі болады. Әр адам бір-бірінен қалғысы келмейді. Сондықтан да бастысы бір-бірін ұнатса, ол қызды ұнатса, ол қыз ұнатса, ал өзіңе қарамағанға ол артынан жүгіріп ондай нәрсенің керегі жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да қазір теңдік бар. Қыз бен жігіт. Сол қазір мәселе сол. Теңдік болу керек, ол пікірін тыңдау керек бір-бірінің. Сондықтан да енді қыз егер ол межеден өтіп кетіп жатса, жоқ мен бүйтем, мен дегенім болады деген болса онда қоя салу керек. Ал теңдікті сақтап, дегенмен де бір сәт төмен тұрса, ол оны өзі жоқ, қыз бала біліп тұрады ғой, оны бәрібір бір сәтті бәрібір біз қыз баласы ол бәрібір төмен тұрады. Бірақ күйеуің айтсыншы, давай біз екеуміз ойласып бірге шешейік десем қандай қуанып қаласың. Біз алдарына түсеміз. Бірақ ана кісінің көңіліне қарап тұрасың. Мысалы осы кісі қабақ шытып қалмаса екен, бірақ жаңағыдай ше өзіңді ойыңды айтасың, бірігіп бір шешім қабылдайсың ше. Мен істеймін деп тұрған жоқсың да ол жерде. Сол ғой, бізге қолдау көрсетсе біз бүкіл жанымызды беруге дайынбыз. Жанымызды беруге дайынбыз. Бізге тек бір нәрсе қойып қолдау сөз. Жігіт пен қыз ақылдасу керек. Негізі көп нәрсені әрине ақылдасу керек. Жігіт кейбір кезде жігіттер әбенші жоқ қаламыз енді. Шын айту керек, бірден сұраса, ой, айтпай. Сондай кезде бір өз ойыңды айта білу керек. Адамның әрқайсысының өз ойы болу керек. Сол кезде ғана түпкі бір нәтиже болады. Ал енді екеулеп отырып, жас енді отбасы құрған жастарға ақыл кеңестеріңізді айтып жіберсеңіздер. Жалпы енді отбасында кез келген ұрыс болсын, кез келген түсініспеушілік болсын, ол отбасындағы жаңағы неге ақшаға келіп тіреледі. Бірінші біреулер айтады, ой өмірде ақша емес, анау емес, мақұл ақша болмай қойсын. Одан кейін адамның арасында сыйластық болу керек. Сен бір тиын болса да ақша тауып отбасыңа әкелу керек. Сондықтан да қазіргі жас отбасыларға енді көптеген түрлі жағдайлар болып жатыр. Сондықтан да шыдамдылық керек. Бастысы біреудің өміріне қарап қызықпау керек. Өзің өміріңді жасау керек. Анау үйтті, ананың әйелі мынандай киіпті, мынаның әйелі мынандай киіпті, мынаның күйеуіне барыпты, мынандай алып беріпті деген нәрсе болса, салыстырмалы түрдегі нәрсе болса, ол отбасы ешқашан дамымайды. Және де ол отбасы күйрейді. Сондықтан да бірінші өздері мақсат қойып, сол мақсатқа жету жолында бірге аянбай еңбек ету керек. Менің ойым енді шыны керек, бұл жерде жаңағыдай көп ақша табу басқа мәселе емес, ақша енді шынайы ішкі жан дүние бақытты болу керек. Отбасының берекесі сол кезде болады. Сен 5 тиын болса да әйтеуір отбасыңа шаңырағым деп, осы үйге келемін деп алып келсең, ол берекелі болады. Сондықтан да сол нәрсе өте маңызды. Одан бөлек енді сыйластық болу керек.
ең бастысы ол сыйластық болған жерде махаббат та болады, достық та болады, Иә, бірлік те болады, татулық та болады. сондықтан да бірінші сыйластық болу керек отбасында. Мысалы әр адам жеке тұлға, жеке тұлға болғаннан кейін ол адамның өзінің ойы болады, пікірі болады, келісетін жері болады, келіспейтін жері болады. Сол нәрсені іште сақтамау керек. Жалпы біз жаңа айтып жатсыз ғой, келін болып түстің, болды, ол үйдегі ең соңғы адамсың деп өзіңді елестетпеу керек. Ол ең қате ұғым. Сіз де өзі жеке бір тұлғаңыз. Мейлі сіздің айтқаныңызды жасамасын ол кісілер, бірақ мама осы жерде осындай болғанда дұрыс болар ма еді? Айтып қалу керек, мүмкін Назерке бағана айтты ғой деген сияқты ол кісілерде де адам ғой, ол кісілерде адамды адам түсінеді. Сондықтан айтқым келетіні, әр адамның өзіндік ой пікірі болады, одан ешқашан айтудан ұялмау керек. Айту керек екен деп намысына тиетін сөздерді айтып олай емес, жылы сөзбен, жылы нәрсемен айтуға болады. Және де одан кейін айтқым келетіні, ең бірінші күйеуіңнің көңілін таба білсең, барлық жай болады негізі. Сосын біз қазіргі жағдайда мынадай мәселе көп та, мысалы менің парақшамда жалпы қыз келіншектер жасы 18 пен 24 жас аралығындағы аудитория мысалы көп та, көбіне мынандай сұрақ келеді да, жаңағыдай айтсам болады, жоқ, менің денем жаман, менің атам жаман, мен сол кісілердің кесірінен жаңағыдай ажырастыруға дейін барғанмын деген сияқты. Мысалы мен ойлаймын, дұрыс, мүмкін ол жағынан да бар шығар, бірақ неге бірінші адам өзінен іздейді? Мен қай жерде қателестім екен? Оның барлығын бір адамнан ешқашан кінә болмайды, екі жақтан да болады кінә. Сондықтан да түсінісу ғой ең бастысы. Мысалы күйеуіңіздің таңертең мысалы Айбек күлмей бірдеңе шалбарың өтектелмеген десе, мен қойш не деп айқайласам, ол кісінің де көңіл күйін түсіремін, және өзімнің де көңіл күйін түсіремін. Маған ол нәрсе керек емес болса, мен оны алдын ала ерте ойлап, азанда Айбек осы шалбарды киеді ғой, осыны өтектеп қояйын деген сияқты. Бір әйел адамда сондай бір кішкентай бір мүмкін 10 минут ұйқыңды бір кеш ұйықтарсың, бірақ соны дайындап қойсаң, азанда күйеуіңде жай, үйіңде жай, барлығы ешқандай ұрыс содан пайда болады. Адам бірінші өзінен іздеу керек. Мен мысалы бір жерге кешігіп қалдыңыз ба, мен мүмкін ерте шыққанда ол жерге кешікпес пе едім ғой деген сияқты болды да. Ол автобустың кінәсі емес, ол жаңағы газельдің кеш қалып әр жерге тоқтағаннан емес, мысалы ше. Адам өзінен іздеу керек. Танымай отырсыз ба? Өзінен іздеу керек деп ойлаймын. Сондықтан құрметті қыз келіншектер, жас аналар болсын, жаңа сіздерге ақыл айтатындай жаста болмасам да, бірақ тәжірибе бар, отбасылық. Содан адамға бірінші сыйластық ең бастысы, одан кейін бір-біріне деген сенім, және қателікті біреуден іздемеңіздер. Короче, осындай ой бар. Иә, өте керемет. Әрдайым осылай халыққа үлгілі отбасы болыңыздар. Сәбилеріңіз көп болсын, көп балалы ата-ана болыңыздар. Балапандарыңыздың қызығын көріңіздер. Біздің бағдарламаға келісіп сұхбат бергендеріңізге көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Дайынбыз. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Жұмыстарыңыз алға баса берсін, өрлей берсін. Ешқайсысы кетпейді, бәрі. Құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз осымен тәмам. Отбасыларыңызға бақыт, елімізге тыныштық тілеймін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.